Қайырлы күн оқырмандар, бүгін арнамда 40 қабаттан дайындалатын өте жеңіл әрі ыстық тағам голубцидың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін осындай бір үлкендеу 40 қабатты алып, айналасын кесіп шығамыз. Және де отқа тереңдеу ыдысымызға суымызды құйып, үстіне 40 қабатты саламыз. Бір жақ бөлігі пісіп шыққан соң, екінші жақ бөлігін пісіреміз. 40 қабат пісіп жатқан кезде ішіне салмасын дайындаймыз. Алдын ала фаршқа пияз турап дайындап алдым, үстіне күрішті қосып, қолымызбен араластырамыз. Және де дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Келесі кезекте үстіне алдын ала үткіштен өткізілген сәбізді қосамыз. Және араластырамыз. Міне салмасы да дайын болды. 40 қабат пісіп шықты. 40 қабатты осылай айналасынан кесе отырып, жапырақтардың барлығын бөліп дайындаймыз. Және де голубцидымызды даярлап жатқан кезде шеткі бөлігі орауға ыңғайсыз болады, қаттырақ болады, сол себепті кесіп тастаймыз. Содан соң фаршты ішіне 3-4 ас қасық салып орап шығамыз. Міне осылай дайындалады голубцид, осылай тығыздау етіп орап аламыз. Дәл осылай барлық бөлігін дайындаймыз. Голубцидың барлығын орап даярлап болған соң, подлив дайындау үшін табамызға сұйық майымызды құйып, үстіне қызанақ және де сәбізді салып араластырамыз. Және де жаңағы даярлап алған голубциды барлығын орналастырамыз. Дәміне қарай бұрышын және де тұзын сеуіп, үстіне ыстық суымызды құйып, крышкасын жауып, осы голубцидың ішіндегі салмасы, күріші жұмсарғанша пісіріп аламыз. Міне голубцида өте жұмсақ болып пісіп шықты.